Педагогикалық шеберлік – педагогтың кәсіби қызметінің ең жоғарғы деңгейі. Кәсіби шеберлік байқауын ұйымдастырудың мақсаты – педагогикалық процесс үшін құнды болып табылатын, арнайы және жалпы білім беретін үздік педагогтерді танымал ету, олардың тәжірибесін тарату, кәсіби педагогикалық және әдістемелік қызметтің тиімділігін талдау. Техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері арасындағы педагогикалық сала бойынша облыстық кәсіби шеберлік байқауына облысымыздың әр өңірінен жалпы пәндер бойынша 11, арнайы пәндер бойынша 18 қатысушы бақ сынады. Арнайы және жалпы пәндер оқытушылары: мен және қоғам, әдістемелік жоба, мультимедиялық технологиялар, педагогикалық жағдаят сынды 4 модуль бойынша сайысқа түсті. Байқауға қатысушылардың әдістемелік шеберліктерін қазылар алқасы әділ бағалады. Әрбір қатысушы теориялық және практикалық дайындықтарын, кәсіби біліктері мен дағдыларын, оқу-тәрбие үдерісіне инновациялық тәсілдерді пайдалану қабілеттерін, сонымен қатар жоғары еңбек мәдениеті мен кәсіби педагогикалық шеберліктерін көрсете білді.